Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мынандай актуатор электронды қозғалтқыш дейді. Осы жайлы өтетін боламыз. Толық не үшін мынау 5 провод керек, барлығы туралы өтетін боламыз. Жалпы актуатор дегеніміз не? Электронды привод болады бұл. Былай жоғарыға, төменге түсіп тұратын. Бұл не екенін түсінбеген адамдарға бұл сіздердің есіктеріңізді ашып жабу үшін керек зат. Яғни главный водительде бұда осындай 5 провод болады. Қалған есіктерінде мынау екі жасыл және көк проводтар ғана болады. Бұл жалпы қалай жұмыс жасайды? Бізде мына жерде екі провод бар, яғни бұл моточек деп қалайды. Моточекке мына жағына плюс, мына жағына минус берген кезде бұл жоғарыға қарай көтереді. Яғни бізде мына положенияға түсті. Бұл жоғарыға қарай көтерілді. Ал енді питаниені біз басқаша беретін болсақ, яғни полярностьті өзгертетін болсақ, плюс мына жақтан, минус мына жақтан беретін болсақ, бұл төменге қарай жұмыс жасайтын болады. Яғни актуатор төменге қарай түседі. Ал мынау қалған жандағы 5 провод дейтін болсақ, бұда мынада масса тұрады. Бұл жоғарыға қарай көтерілген кезде мына жерде контакт барып, мына жерге замкать етеді. Сол кезде мына проводта бізде минус пайда болады. И және сондай төменге қарай түскен кезде мынау зубчиктермен былайынан келіп, мына контактқа замкать етеді. Мынадан ауысады, мына контактқа замкать еткенде мынада минус пайда болады бізде. Бұл сонда минусовой арқылы команда жүретін болады бізде. Міне моторчиктің мынау қара проводынан мына жердегі соған минус бердік. Қазір көреміз қайсысында моторчик көтеріліп тұр. Массамыз да бар. Қазір түсіреміз. Қоңырға масса жоқ болып кетті, көрдіңіздер ме? Ақта пайда болады. Көтереміз. Қоңырда пайда болады. Дәл осы схема бойынша жұмыс жасайды. Актуаторымыз біздің питание берем бұға. Қолданды. Біз кері беру үшін қазір аударып алайық. Көк проводта жалғанып тұрған еді. Қазір былайынан береміз. Қазір көтерілу керек, мына питание бергенде. Көтерілді. Дәл осы принцип бойынша жұмыс жасайды. Былайынан ауыстырдық полярностьті. Моторчик төменге немесе жоғарыға қарай көтереді. И мынау 3 провод, яғни центр замоктың блогына кетеді. Өте оңай схемасы. Келесі сабақта GVC-ге жалғайтын боламыз осы актуаторды.